Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода бауыр қуырдақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Бауырымызды алып жақсылап жуып алдық. Енді бөлшектерге бөліп кесіп алатын боламыз. Бауырымызды бөлшектеп осылай майдалап кесіп алдық. Осындай көлемдегі бөлшектерге бөліп аламыз. Дайын болған бауырларымызды ыдысымызға салып, үстінен 1 стакандай сүт құятын боламыз. Жақсылап араластырып, осы сүтімізде 1,5 сағатқа қалдыратын боламыз. Бауырымыз үстімізде 1,5 сағаттай тұрды. Енді сүтімізден шығарып алдық. Енді қажетті приправалар мен тұзын қосатын боламыз. Бұл жерде менде тұз, қарабұрыш, кориандр, сушеный чеснок және де паприка. Қажетті заттардың бәрімен өлшемімен видеоның астына жазып қалдыратын боламын. 1 шай қасық свежий чеснокты қосамыз. Және де үстіне соевый соусымызды қосатын боламыз. Қолымыздың көмегімен жақсылап бір араластырып аламыз. Біздің бауырларымыз 10-15 минуттай тұруы қажет. Отымызға табамызды қойып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды азырақ қыздырып барып, маринадта тұрған біздің бауырларымызды салып, қуырып алатын боламыз. Бір араластырып аламыз. Және де қақпағын жауып 10 минутқа қалдыратын боламыз. 10 минут тұрып қуырылды. Үстінен енді жартылай дөңгелектеп кесілген пиязымызды қосатын боламыз. Және де болгар бұрышын қосамыз. Тағы да бір араластырып аламыз. Қақпағын жауып 10-15 минутқа тағы да қалдыратын боламыз. 10 минуттай қалдырдым. Үстінен томат пастасын немесе кетчуп қоссаңыз болады. Және де жарты бокалдай су құятын боламыз. Тағы да бір араластырып, қақпағын жауып 5 минутқа қалдырамыз. Біздің бауырларымыз осымен пісіп шықты. Өте керемет дәмді болып шығады. Жұп-жұмсақ болып піседі. Осымен біздің тағамымыз пісіп дайын болды. Ыдысымызға салып ұсынсақ болады. Өте керемет дәмді болып шығады. Гемоглобинді жақсы көтеретін өте керемет ас. Осы әдіспенен жасап көруге кеңес етемін. Біздің дәмдеуіштерді бойына сіңіріп, өте керемет жұмсақ дәмді болып, ерекше дәмді болып шығатын рецепт. Астарың дәмді болсын.